Өткен жылдың шілде айынан бастап Қазақстанда қоғамдық орындарда адамның бет жүзін тануға кедергі келтіретін киім-кешек элементтерін киюге тыйым салуды көздейтін заң нормасы қолданысқа енгізілді. Аталған талап қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, азаматтарды сәйкестендіру мүмкіндігін арттыруға және құқық бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған. Бұл өз кезегінде құқық қорғау органдарының жедел әрекет етуіне және заңсыз іс-әрекеттердің жолын кесуге ықпал етеді. Бейнебақылау жүйесі қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін жұмыс істейді. Ол адамның бет бейнесін нақты көру керек. Қоғамдық орындарда никап киюге тыйым салынған еске салу және ол туралы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 433 бойынша жауапкершілік қарастырылған. Алғаш рет бұзған жағдайда ескерту беріледі, қайталанған жағдайда әкімшілік айыппұл көзделген. Бұл қарапайым талап құқық бұзушылықтың алдын алуға және адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге көмектеседі.